Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге құрақ жастық тігетін боламыз. Ол үшін бізге міне осындай төртбұрыш құрақтар керек. Бұндай құрақтарға ең алдымен астар дайындап алуымыз керек. Астар дегеніміз міне құрақтың артында болатын мата. Ол матамыз бізде 20-20 сантиметр болады. Құрағымызға ең алдымен ортасына міне көз тігеміз. Ол көзіміз 4-4 сантиметр болады. Және де ленталар дайындаймыз. Ленталардың ені 3 сантиметр, ал ұзындығы матаңызға қарай әртүрлі болады. Міне осындай королевский велюр матасын алдым. Бұл біздің қазір ленталарымызға дайындалатын мата. Міне бұл біздің сары матамыз. Және де тағы да екінші көк түсті матаны таңдадым. Қазір сіздерге барлығын дұрыстап көрсетіп айтатын боламын. Міне мынау көз, ленталар, қазір барлығын тігіп істейтін боламыз. Міне ең алдымен астар дайындап аламыз. Астарымызға мен өзіме осындай 20-20 картон тігіп қиып дайындап қойғам. 20-20 осындай не төртбұрышты сызып аламыз. Ең алдымен сызып аламыз, одан кейін қиып аламыз. Бүгін бізге сабаққа 8 астар керек болады. Сол 8 астардың барлығын бірінші сызып, одан кейін қиып аламыз. Осындай картон дайындап қойсаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Міне қыздар, біз астарымызға арналған төртбұрыштарымызды сызып алдық, міне қиып бастадық. Бұл міне осы мата, артындағы матамыз 20-20 сантиметр болады. Міне осындайдан 8 штук дайындап аламыз. Содан кейін астарымыздың центрына көзін тігетін боламыз. Қазір оны да сіздерге қалай дайындалатынын көрсетемін. Астарларымызды және де басқа да өзімізге керек заттарымызды барлығын әдемілеп реттеп қоямыз. Тіккен кезде алып отыруға ыңғайлы болу үшін. Тігін машинасымен жұмыс істеген кезде, жалпы тіккен кезде өте ұқыпты жұмыс істеуге тырысамыз. Міне мына тура центрына қазір көзін тігеміз, кейін айналдыра ленталарды тігіп шығамыз. Міне біздің көзіміз 4-4 сантиметр тура центрға қоямыз. Міне бірнеше көз дайындап аламыз. Өзімізге керекті 8 құраққа 8 көз дайындаймыз. Ал қазір біз ең алдымен ленталарымызды қиып аламыз. Міне лента екі түрлі түсте болады. Біреу сары, біреу көк. Дәл қазір міне осы сары матамен және де көк матамен ленталарымызды қиямыз. Лентамызды қию үшін бізге ені 3 сантиметр болатын сызғыш алу керек ең алдымен. Бұндай сызғыштар Абдиде сатылады. Шамамен 1500-2000 теңге тұру керек. Бұл сызғыш өте ыңғайлы, осындай ленталар тігуге дәл келеді, өйткені ені, өзінің ені 3 сантиметр. Сызғыштың асты мен үстінің бойымен сызып лентаңызды дайындасаңыз, сол лента өте дұрыс шығады. Не матамызды дұрыстап реттеп қойып аламыз. Үстінен сызғышымызды қоямыз және де мен осы сызғыштың бойымен бірнеше ленталарды астына қарай сызып аламыз.
Міне қыздар, ленталарымыз біздің дайын. Енді осы ленталарымызды абайлап, ақырын дұрыстап қиып аламыз. Мында көріп тұрсыз ғой, міне видеода көрсетіліп тұр. Сызылған сызықтың ішкі жағымен қиямыз. Яғни мына сызықтың сыртымен емес, мына шет жағымен емес, дәл сызықтың ішкі жағымен қиямыз. Сол кезде лентамыз дұрыс шығады. Міне осылай абайлап, асықпай, өте ұқыптылықпен ленталарымызды дұрыстап қиып аламыз.
Міне қыздар, біздің ленталарымыз дайын. Енді осы ленталарымызды жинап қоямыз. Одан кейін міне көк матамен дәл солай ленталарымызды қиып, ең бірінші сызып сызғышпен, одан кейін қиып аламыз. Мына матаны осылай ұстап көресіздер. Матаның ворсқы қай жаққа қарайды, солай қарай лентамызды сызатын боламыз. Ең алдымен матаңызды тексеріп алыңыз. Одан кейін сызғышпен сары матаға қалай лента салдық, дәл солай ленталарымызды салып, матамызды қиып дайындап аламыз. Ворсты анықтап болған соң ленталарымызды сызып аламыз. Одан кейін ол ленталарды тура сары матаға қалай салдық, қалай қидық, солай қиып ленталарымызды дайындап қоямыз.